Аймұрат Таңатов, суретші, қылғалам шебері, кенеп пен бояудан түрлі тақырыпты бейнелейді. Ол Маңғыстау табиғатын мұнаймен салған тұңғыш қазақ. Үш қиян даласын картинаға түсіруде оның қолтаңбасы ерекше. Ол 2018 жылғы үздік суретші. Ақтау қаласындағы муралдары дүйім жұртты қызықтырады. Ал оның арман жолы түрлі сынақтар мен шешуші сәттерден тұрады. Атым Аймұрат Таңатов, мен суретші боламын. Өзім өнер галереясының естулерім бар шығар, осы Ақтау қаласында. Енді бала кезімнен арманым суретші болу болған. Мен енді қолыма қылқалам ұстағалы, өзім шешім қабылдаған адаммын, суретші боламын. Енді өмірде бір шеттерінде болды кезеңдер, мен суретші болмаймын деген сияқты, жаңа айналамдағы адамдар суретші болып қалай өмір сүресін деген сияқты. Біз білесіз, қоғамда суретшінің өзі айтылған ғой кезінде, енді жаңағындай, қалай айтсам, ол ішімдікке салынған, или бір өмірдің бір қиыншылық көрген адамдарды, бір суретшілерді бір сондай теңеу бар да, ол стереотип дейді халықтың арасында, ол ерте тарихта да болған нәрселер. Мен онымен келіспедім. Мен өзім ойлаймын, суретші өмірде бай болу керек, рухани бай болу керек, материалды жағынан да. Сондықтан тырыстық жұмыс жасауға. Енді мен неде оқыдым, Абыл Тарағұл атындағы өнер мектебінде. Оны бітіре сала неге түстік? Маңғыстау өнер колледжін бітірдім. Оның әрде жаңағындай белгілі бір себептермен жаңағындай сурет салғым келмей тастап кеткен кездерім болды. Басқа салада сол кездерде енді жан-жағымда бәрі дос балдарым, бәрі спортқа жақын болған. Сосын спорт саласына көп не бөлдім, көңіл. Сонан енді мен дзюдо күресімен айналысқанмын, дзюдо күресінен спорт шеберімін. Сөйтіп жүріп, мен қылқаламмен кимононы бірге ұстаған адаммын да енді. Былай қарасаңыз, енді түріме қарасаңыз бәрі ойлайды, суретшіге ұқсамайтын ол. Әр кезде бізді шатастырады. Сол оқу барысында жүргенде әрқашанда менен суретші деп сұрамайды, менен жаңа боксерсің ба, или жаңағындай боецсің ба деп сұрайды. Сондықтан біз енді стереотипті бұздық суретшінің енді. Алматыда Агуда мен худграфты бітіргенмін заочно. Сол бір күні оқуға тапсыруға барып, экзамен тапсыруға уже бітіретін кезде барған кезімде бәрінен сұрап жатыр да, біз суретшілер, сосын музыканттар бірге оқиды ғой, өнер несінде болғасын. Сол кезде менен бәрінен сұрап жатыр, ең соңы мен отырсам, маған айтады, мұғаліміміз да, сен боецсің ба, или боксерсің ба дейді да. Бәрінен суретшісің ба, музыкантсың ба деп сұрайды. Мен де әрқашан сондай нелерге түсемін да, енді ол мен ойлаймын, әр адам мысалы өзінде хобби болу керек. Ол қай салада жұмыс жасасын, хобби бар адам, ол қызық болады, өмір сүруге қызық болады. Біз мысалы тек суретті жақсы көріп, мен мысалы спортты жақсы көрмеймін, мен суретті жақсы көріп, жаңағындай журналистті жақсы көрмеймін дейтін болмау керек. Барлық саланында әртүрлі неге бағытта жұмыс жасап, хобби тауып алу керек та. Қазірден бастап мен өзім ақылым, егер тыңдасаңыз, спорт бола ма, ол музыка бола ма, ол журналистика бола ма, қазір блогерлер бар, мысалы неше түрлі. Енді сол 2013 жылы мен колледжді енді 2008-де бітіргенмін. Одан кейін жаңағында арасында үзіліс болды. Жаңағы айтқандай сурет салғым келген жоқ. Вообще өнерге мүлдем бір көзқарасым басқаша болды, бәрін қойып кеткен кез. Сосын бір жылдары енді жаңағындай айтады ғой, қазір случайно дейді. Енді бұл өмірде случайно нәрсе ештеңе болмайды. Ол мүмкін Алла тағаланың бір себепшілікпен әркімге бір адамдар жібереді, мүмкіндік жібереді. Сол мүмкіндікті мен ойлаймын, пайдаланып қалдым деп ойлаймын да өзім. Енді ол турасына келгенде бір моншада, общий баняда отқан кезімде бір ағамен танысам, сөйлесіп отырып, ол айтады, сен суретші екенсің ғой дейді. Иә, суретшімін. Сен еще күреседі екенсің ғой дейді. Иә, мен күрестім. Сөйтіп жүрген кезде маған айтады, менде жай осылай кездесудің барысында, менде осындай бір үлкен помещение бар дейді, сен соны пайдалан дейді. Мен оған рулас емеспін, мен оған тумалас емеспін. Жай просто сондай себептермен мүмкіндік берді. Сол галереяны біз теңіз жағасында ашқанбыз. Содан бірнеше жылдар жұмыс жасадық.
көптеген көрмелер өткіздік, республиканский көрмелер, халықаралық дәрежедегі мастер-класстар, көп шаралар өткіздік енді. Соның барысында неше түрлі қиыншылықтар болды. Біз жаңа адамдар айтады ғой, барлығына ақша керек, таныс керек. Әрине таныс керек, таныс дегенде мысалы біреулер ойлайды шығар, таныс керек деген кезде біз іздеп барып бір үлкен жаңағы мүмкіндігі бар адамдармен араласу керек деген сияқты болмау керек. Адам жалпы кез келген адаммен қарым-қатынас дейді ғой. Араласып білу керек, араласып сөйлеп білу керек. Ол сен одан бір үміттеніп, мен ертең мынау маған көмектеседі деген дәрежеде емес. Жай ғана қарым-қатынас. Ол достық бола ма, ол көрші бола ма, ол жай құрдас бола ма, ол замандас бола ма. Сөйтіп араласа келіп, енді ол жаңа кәсіпкер кісі болып шықты. Мұрат Сауғабаев дейтін кісі. Содан 5 жыл жұмыс жасап, бір оборот алдық біз сол өнер галереясының атын шығардық. Содан ары қарата тағы бір енді белгілі себептермен оны жаптық, ол галереяның теңіз жағасында. Одан әрі неге кеттік? 32 Б шағын ауданында бізге тағы жаңағындай таза енді случайность дейтін жоқ. Мен оны мойындаймын. Бір ағамыз енді бұл жерде бізге арендаға емес, жаңағындай арендасыз емес, немес бізге сыйлады, помещение берді, сондай галерея ашуға. Сол 32 Б шағын ауданында бізде қазір үлкен помещениеміз бар, өзіміздің галереямыз бар. Сол жерде шеберханам да сол жерде, барлығы сол жерде. Енді суретші болу, вообще енді сұрақ қояды кейбір адамдар, суретші қоғамға қалай керек па? Мысалы, біздер суретшіден қандай талап етеді адамдар, мысалы, не сұрайды, қандай картиналар сұрайды. Вообще жалпы енді жастардың арасында мен ойлаймын, қызығушылық қаншалықты бар жоғын, енді мен қазір бет қарап отырсам, бізде көрмелер көп өтілмейді. Мысалы, соған қарамастан енді біз жұмыс жасап жатырмыз. Мен енді бірнеше көрмелерге қатыстым, көрдім бәрін. Біздің саламыз жалпы енді өнер жолына келерде де ескертулер болды үлкендерімізден. Бұл қиын жол. Бұл жерде жаңағындай адам байып та кетпейді. Жалпы енді ауыртпашылықтар, қиыншылықтар болады дегесін. Соған қарамастан мінез керек дейді ғой, жігер, мінез, сонымен біз алып шықтық деп ойлаймын. Қазір шүкір, енді барлық жұмыстарымыз жүріп жатыр. Енді тағы айта кететін болсам, мен 2 салада жүрдім ғой, енді спорт саласында да. Сол кездерде бір 2008 болу керек, 2009 бекен тренер болып жұмыс жасадым Волна спорт мектебінде. Дзюдодан сабақ бердім, шәкірттерім бар өзімнің. Содан бір 5 жыл қызмет атқардым. Одан кейін енді жаңағындай либо біреуін хобби қылу керек болды, либо біреуін кәсіп қылу керек болды. Содан ауысып, мен өзім спорт нені таңдадым, өнерді. Қазір өнер саласындамыз, спорт как хобби ретінде. Енді бір жылдары біз жаңа айттым ғой, көптеген шаралар өткіздік. Әзербайжандық суретші бар, Сабир Чокпотұлы дейтін. Сол кісі, мен енді ол кісінің көрмесіне 2007 жылы қатыстым, көрдім. Сол кезде көріп, мұнаймен салатын художникті естіген кезде, әлемге бұл танымал болып жүрген кезде, сол кезде үлкен гран-прилерді ұтып келген біздің Ақтауда бір көрмесі өтті. Сол кезде біз студентпіз, сіздер сияқты сонда студент болып барғанмын. Араға бір неше жыл салып, 2016-та мекен, 17-те мекен сол кісіні Ақтауға шақырдық. Өзім шақырдым Ақтауға. Сол кезде шақырған кезде біз олмен мастер-класс, жастарға мұнаймен қалай сурет салу керек, соны көрсетсін деп. Енді ол кезде ол несін таза қоспасын, әркімнің өзінің құпиялары болады дейді, ол көрсеткен жоқ. Сосын біз ойландық өзіміз, сол кеткеннен кейін өзіміз жасайық, осыны істеп көрекші деп, біз Қаражанбастан мұнай алдырдық, 5 литр мұнай алдырып, соның қоспаларын қосып, қазір өзіміз шығарып жатырмыз. Біз мұнаймен сурет саламыз. Маңғыстаудың табиғатын мұнаймен салып бастаған алғашқы қазақ балдар біз боламыз. Біз енді қасымда Тынышбек дейтін дос балам бар. Екеуміз енді Қазақстанда қазір ол мұнаймен салады дейтін көп емес, вообще жоқ. Шетелде бар енді, орыстарда болу керек. Енді мұнайлы өлкелерде болады ондай нәрсе. Ол бағыт қазір жақсы сұраныста. Енді оны біз кәдімгі нақты қолға ұстадық. Мурал бойынша
2015 жылы біз жалпы айтып жүргенмін. Ол кезде мені естімеді ешкім енді. Бұлай анда мұнда айтылып жүріп көрсетіп, осындай нәрсе бар, мұнда үйдің қабырғаларына істеп көрейік деп ұсыныстар беріп. Енді ол жерде ұсыныстарды былай ойланып, былай мүмкіндік бір белгілі себептермен болмаған шығар енді. Қазіргі кезде осы жақында, осы 1-2 ай болды, біз Ақтауға 10 мурал жасадық. Оның барысында көптеген қиыншылықтар болды, халық түсінбеді. Түсінгенмен жаңағындай тұлғалар бойынша жасадық қой енді. Әбіш Кекілбаев, Есенғали Раушанов, Фариза апамыздан содан бастаған кезде енді әрбір халық түсінбейтіндер көп болды. Комментариялар оқисың неше түрін көп. Енді мен бірінші келіспедім, мен де ойладым, жаңағындай неге байланысты қазіргі современный искусство дейді ғой, сондай бағытта жасап көрейікші, басқа бір неше қызықты дүниелер деген кезімде, енді біздің облысымыздың әкімі, қаланың әкімі, олар айтты, халыққа, жастарға насихат ретінде өздерін осындай атақты ақындарымызды, тұлғаларымызды насихаттап көрсету ретінде біз давайте осындай нәрседен бастайық деп, біз Әбіш атамыздан бастадық. Мен сосын келістім. Келіскен себебім, енді біздің Ақтауда көптеген халықтар тұрады ғой. Сосын өзіміз жастарымыз бар. Солар біздің жаңа мурал салып баставатқан кездерде сұрақтар көп болды. Жаңағындай әкесі мен баласы келатырып, жаңа сұрайды да, мына кісі кім деген сияқты. Сонда басқа өзге ұлттың өкілдері айтып жатыр да, бұл қазақтың ұлы ақыны деп. Сол кезде мен түсініп қалдым. Шынымен де дұрыс бағытта екенбіз. Халыққа, жастарға әсіресе осындай насихат керек деп. Содан енді біз 10 тұлға бойынша 9 мурал жасадық, 10-шысы неге халық достығына, ұлттар достығына 15-ші Сауын ауданында біз біргеміз деген мурал қойдық. Енді қазіргі кезде енді шеберханада әртүрлі бағытта жұмыс жасаймыз. Енді суретші болам дейтіндер, енді барлығы да, енді суретші болсын, жаңа айтып отқан журналист болсын, видеограф болсын, барлығы адамның өзіне байланысты. Біз өмірге келген кезде адам өз-өзін тауып алу керек дейді ғой, енді түсіну керек. Мен осы өмірге не үшін келдім? Менің мақсатым қандай? Мақсатым семья болып, жаңағындай жай ғана жұмыс жасап жүру болса, оны да таңдауға болады. Ал егер бір қоғамға бір өзгеріс жасаймын, мен осында журналист болам, мен жаңағында видеограф болам, художник болам десеңіз, онда өзіңді арнауың керек. Ол кезде арнаған кезде қалай? Басқа проблема болмау керек. Таза берілу керек сол іске. Журналист ма, соны журналисті жақсы көру керек, сол істі махаббатпен жасау керек. Сен егер жақсы көріп жасаған ісіңнің, оның жаңағындай вознаграждениесі дейді, ол болады міндетті түрде. Ол мүмкін ертең болмас, арғыны болмас, бірақ алдағы уақытта ол сізге жақсы немен келеді. Біз суретшілерді айтады, бірінші өзіңе саласың, содан кейін жаңағындай атын шыққаннан кейін уже атағын саған жұмыс жасайды дейді. Сол сияқты барлық журналист болсын, жаңа видеографтар болсын, еңбек ету керек. Еңбек еткен кезде оны жақсы көруің керексің да. Мен тек ойлаймын, мен өзімнен болса еңбек 1% талант дейді, 99-ы жаңа еңбек деп. Сондықтан тек еңбек етіңіз деп айтам. Жаңа әр сала өзіндік бір несі бар. Жақсы көру керек. Жалпы сурет өнері Қазақстанда қалай бағаланады? Сіздің өзіңіздің салған портреттеріңіз, суреттеріңіз, жалпы сатасыз ба соны бір затқа, көрмелерге шығарған кезде? Ол және қандай ақшаға қалай бағаланады? Оны бағалайтын адам көп па, әлде аз ба, соны айтып кетсеңіз? Жалпы Қазақстанда қазіргі кезде енді біз студент кезімізде басқаша болды. Мен Қазақстан демей ақ қояйын, енді қазір сол кезде біз Маңғыстауда енді осы жерде оқыдық, осы жерде туып өстік қой. Ертеректе кішкене қиындау болды. Түсінушілік, картина өту, жаңа біздің де қиын жаңа сынып қалған кездеріміз сол кезде болды. Себебі бізде картиналар өтпеді. Сосын ол алдағы уақытта не істейміз, жаңа әркім енді жаңағындай өмірде өз-өзіңді асырай аласың ба деген сұрақтар көбейіп кетті да. Ол кезде қиын болды. Қазіргі кезде енді Аллаға шүкір деп ойлаймын, бізде бағалау жағынан жақсы. Сосын жаңағындай сатып алу жағынан да жақсы картинаны. Мен Қазақстанда енді барлығы жаңағы айтқан сияқты
өз ісінді жақсы көрген адамға, көбірек еңбек еткен адамға ол қалай болса да ол еңбегі ақталады. Мен ойлайтын едім жаңағындай, ол халыққа байланысты шығар, ол жаңа танысқа байланысты шығар, ол жаңағындай неге байланысты шығар, әртүрлі нелерге де. Бірақ мен ойлаймын, еңбек далада қалмайды деп ойлаймын. Сондықтан ол белгілі бір себептермен адамдар өздері келеді іздеп, жақсы жұмыс жасасаңыз. Бағалау жағынан енді қазіргі кезде жобамен 300-400 мыңның жобасында картиналарымды сатам. Жаңа айтып отырсыз ғой, сурет салу бала кезімнен арманым болды. Бала кезден сол кезден бастап белгіледім, уже өскенде суретші боламын деп та. Енді осы сурет өнер саласын кәсіп ретінде пайдалануға келген кезде бұған отбасыңыз, яғни ата-анаңыздың көзқарасы қалай болды, қолдау болды ма қоршаған ортаңызда? Айтып тұрмын ғой, жаңағы бір кездер мені мұнай саласына кет деп жаңағыдай айтады ғой, әртүрлі. Ол кезде баламыз ғой енді. Сен ертең осындай деп, бізде Маңғыстауда бәрі мұнайшы болады, жаңағыдай юрист болады. Бір определенный бағыт бар ғой, осы жерде ертең күнкөрістің қамы деген сияқты да. Мен ойлаймын, жаңағы ол кезде де жаңағы айтқан сияқты, бұл өнер деген нәрсе бір не сияқты ғой, жаңағы бойыңа қонған аруақ сияқты да. Сен оны қалай пайдаланасың, қалай ұстайсың, солай кетесің. Егер сен оны жаңағыдай бір себептермен, мысалы қоғамға байланысты не сияқты көрсең, шатасуы мүмкінсің, бірақ түбінде сен алып келеді, ол нәрсе жібермейді. Мен ойлаймын, сен ұстанғаннан кейін, уже қолыңа қылқалам алғаннан кейін, мен осындай болам дегенде арман қойғаннан кейін алып шығу керек депті. Ол мінезге байланысты. Әрине өте қиын болды. Қазір маған оңай сияқты, сырт көзге де оңай сияқты. Қатты қиыншылықтар болды осы не бойынша, осы жолда. Әлде де біз енді өзіміздің осы немізбен, мысалы мен осыған дәл осы дәрежеге жеттім деп мақтана алмаймын. Әлде де тырысамыз. Мен әрқашан өз жұмысыма көңілім толмайды. Көңілім толмағанда мен жаңағыдай әлсізбін, или менің жұмысым шамалы да емес. Өзім бір салған дүниеме мүмкін қоғамға жан-жаққа жақсы болғанмен мен өзім толмайды көңілім. Себебі ол өзінің ұстанымым бар сондай, мен әлі алға қарата өсуім керек. Сондықтан әр адам ізденісте болу керек. Қандай неде болса, сіз мысалы қазір оқу бітіріп келесіз, біреу құрылысшы болады, біреу мұнайшы болады, біреу журналист болады. Сол күннен бастап біздің қазақтардың ошибкасы, сол күннен бастап ол тоқтайды білімді. Ол тек жұмысқа барып келу, айналада жүреді. Ал егер құрылысшы болсын, мұнайшы болсын, мен суретші, олар іздене берсе әрі қарата. Ізденгенде қалай, мен сізге айтып отқан жоқпын, Англия асып кеттім, жаңағында Европаға кетіп қалдым деп та. Ол жақсы, барған, оқыған, алмаған кезде. Бірақ әрқашанда өзінің салаңды дамыту үшін оқу керек деп ойлаймын. Іздену керек, көру керек. Мысалы, бір объектті алған кезде, мысалға Шерғала, сіз оны барғанда ол 1-2 сағатта суретін салу мүмкін емес, мысалы үлкендігіне қарай. Осыған қанша уақыт кетеді, және сол сәттегі туындайтын қиындықтар, күннің ыстығы, ауа райының қолайсыздығы, осыған қалай төтеп бересіздер және қандай уақытта салып бітіресіздер? Енді жаңағы өнер саласында, театрда да болсын, кинода болсын, суретте этюд дейтін нәрсе болады. Бізде көбіне табиғатқа шыққан кезде этюд жазамыз. Ол этюд ол мүмкін, ол 15 минут болуы мүмкін, ол жарты сағат болуы мүмкін, ол 1 сағат болуы мүмкін. Ол өзінің шабытыңа байланысты. Ал күннің ыстығы, жел, әртүрлі нәрселер бізде өте қиын Маңғыстауда. Сондықтан мен алғашқы кезде біздер табиғатқа көп шығамыз. Ол кезде кейбір жұмыстар дұрыс шықпайды, кейбіреулер жақсы шығады. Ал сол кезде ізденесің ғой енді, ойланасың. Bir күні таңертең шығып кетесің, кешке дейін барып келесің. Bir күні обедте шығып кетесің. Сол кезде есептедік біз. Қай кезде ыңғайлы екенін, қай бағытта, қай кездерде Маңғыстауда желгі болады, қай кездерде Маңғыстаудың табиғаты әдемі болып тұрады, қай кезде күн шығады, қай кезде күн батады деген сияқты. Мысалы Шерғалаға баратын болсам, мен егер Ақтаудан 5-те шығып кетер едім кешке. 5-тен кейін мен барғанша дейін сағат 7 болады. Сол 7 мен 8-дің арасында, 7-8-де қазір қоңыр салқын болып тұратын кез, сол кезде сурет салуға ыңғайлы. Одан мен қонар едім сол жерде. Сосын таңның атысымен азанда сурет салар едім. Тоже жаңағындай
1 сағат өлшейсің, может ол 30 минут болуы мүмкін, ол кішкентай жұмыстар жасалынады ол жерде. Сол кішкентай жұмыстардан шеберханаға келгеннен кейін ол үлкен форматқа ауысады. Ал табиғатта салу деген, табиғатта байланыс ұстау, ол адамның сол кездегі нақты түстерді көру. Күннің қалай түсіп тұрғаны, көлеңке қалай түсіп тұрғаны, оның барлығын сен көзбен көресің да. Ал ең несі, мысалы, кейбір нәрселерді мен бере алмаймын. Кейбір нәрселерді жаңағыда фотоаппарат бере алмайды. Соны сезініп, көріп, художниктің міндеті сол да, соны көру, байланыс ұстау. А сол арқылы туған картина ол өте қымбат. Негізінде бізде шеберханада отырып жаңағындай әдемі қылып, живой қылып салынған жұмыстарды халық обычно соны қабылдайды да. Ал түсінген адам сол жерге барып салынған жұмыс салады. Себебі ол жерде нақты түстер болады, ол жерде нақты шабыт болады, нақты суретшінің сезімі болады ол картиналарда. Оны түсінбеу мүмкін, ведь қарасаңыз ол шимай болып көрінуі мүмкін, бірақ ол нағыз өнер сол деп ойлаймын. Жалпы сіз айтып жатсыз, картина сатам деп та, ең қымбатқа бағаланған картинаң және ол қанша ақшаға шықты, қанша мыңға? Енді біздің галереямызда ма, мен былай айтайын, өзім жалпы жобамен 500-600 мыңның жобасында картиналар сатылып тұрады менде көбіне. А былай галереяда миллион жарымға шейін ең бір үлкен нелер болды жұмыстар. Мен жаңағы тек суретші емеспін. Мен бұл жерде галереяны жүргіземін, жетекшісімін, сосын ол жерде кішкентай бір азған, мен айтпаймын, енді өнертанушымын демеймін, бір 30%, 40% соған жақынмын, ізденем. Алдағы әртүрлі суретшілердің жұмыстары бар, кішкентай коллекция жинаймын, соны сатам деген сияқты. Үстінен жаңа процент қосасын, өзге художниктердің жұмыстарын алдырамыз. Өзге художниктердің жұмыстарын не үшін алдырамыз? Ол халықтың сұрануына байланысты. Мысалы, сізге абстракция ұнауы мүмкін, Бекзатқа табиғат жанры ұнауы мүмкін, біреуге портрет ұнауы мүмкін деген сияқты да. Біреуге вообще авангардный стиль ұнауы мүмкін. Сол үшін қоғамға, халыққа, сұранысқа байланысты Қазақстанның түпкір-түпкірінен әртүрлі художниктердің жұмыстары бар біздің шеберханамызда. Соны как не ретінде біз қосымша жаңа доход дейді, сол пайдалануға алдыртамыз. Мен жаңа көп енді айтып өттім ғой бірнеше нәрселерді. Мен енді алғашқы сізге бәріңізге айтарым, осында мамандық таңдаған кезде қателеспеу керек. Қателеспегенде арнау керек. Если осыны таңдадым десеңіз, осыны мен сізге тек соны арғарата түбіне дейін жетуіне, арғарата осыны дамытуына, осы елімізге, халқымызға қызмет етіп, биік шыңдардан көріне беруіңізге тілектеспін. Тек еңбек етіңіз, тағы да еңбек етіңіз, дендеріңіз сау болсын. Осында келесі көріскенше аман сау болыңыз. Рахмет.